Сіздің осы 2025 жылдың соңына дейін орталық Азиядан бірінші шыққан юникорн, яғни бағасы $1 миллиард асқан компания боламыз деген болжамыңыз туралы оқыдым. Сол туралы не айта аласыз? Қалай жүріп жатыр? Нешінші жылға дейін? 2025 соңына дейін деп айтқансыз. 2027 жыл. 7 дедіңіз ба? 2027 біздің ойымызша 2027 жылға дейін Қазақстандан сондай оған дейін юникорн шығады деп ойламайсыз ба? Мысалы шығу мүмкін, бірақ ол притянутый за уши юникорн болады деп ойлаймын. Мысалы Астана Хабтың олардың стратегиялық жоспарында бірнеше жыл бұрыннан 2025 жылға дейін, сол аяғына дейін 1 миллиард тұратын компания шығады деп олар сондай өздерінің жоспарын қойған. Бірақ мысалы уже 3-4 күннен кейін 2025 жылы келеді ғой. Сол ондай пока стартаптар бізде жоқ. 100 миллион тұратын стартаптарымыз бар, Аллаға шүкір, Қазақстанда. Бірақ олар бір жылдың ішінде 10 есе өседі деген ондай пока болжам жоқ, ондай стартаптар жоқ. Сондықтан оның алдында да біз былай зерттегенбіз, қарағанбыз. 2027 жылға дейін біздің ойымызша Қазақстаннан ондай стартаптар пока жоқ болады. Сондықтан біз өзіміздің мақсатымыз ретінде қойдық 2027 жылға дейін компанияның құнының бағасын $1 миллиард өсіру, сол Қазақстаннан бірінші юникорн болады деп сондай жоспарымыз бар. Сондай ол жоспар емес, ол мақсат. Мақсат. Біз мақсат қойдық.